Армысыздар халайық, бармысыздар халайық. Бүгін біз бәріміз әсем әнге салайық. Сіздерді келіп жеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Сәлем достар. Біз бүгін Наурыз мерекесіне арналған балалармен бірге кішігірім көрініс ойнағымыз келіп тұр. Көрініс қоямыз ба? Ән тақпақ билерің бар ма? Дайынсыңдар ма? Айсүлік, сен тақпағың бар ма? Дайынсың ба? Так, олай болса, достар, біз бүгін Наурыз мерекесіне арналған мерекелік шығарылымымызды бастаймыз. Бүгін қандай әдемі болып отырсыңдар. Айсүлік, сен бүгін күшті отырсың ғой, красотка болып. Сол нәскиін қарасайшы, не деген әдемілік. Өзің киініп алдың ба? Иә, енді мамасы кішкене көмектесті. Так, балалар, қазір бізде жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктем мезгілі. Қыс мезгілі кеше зорға дегенде кетті Ернареге. Қыс деген кетіп болмады ғой. Көктем басталып жатқан кезінде не жауды? Қар жауды, күн салқындап кетті. Мама, көктем енді басталатын кезде дала деген жауады ғой. Қыстан кейін қай мезгіл келеді, Ернар? Көктем. Өзі айтсын да, қай мезгіл? Көктем. Көктем. Айсүлік, қай мезгіл келді? Көктем. Көктем мезгілі. Біз бүгін қандай мерекені тойлайын деп жатырмыз? Наурыз мерекесін тойлайын деп жатырмыз. Қыс мезгілі сендерге ұнай ма негізі? Иә. Қыс мезгілі жақсы ғой, бірақ кеше көктем басталған кезде кетіп болмай бізді қатты тоңдырғаны бар енді. Соның арқасында Ернарик біздің кішкене ауырып қалды, жөтеліп қалды. Тек қыс деген ауыртады екен, кішкене салқыптап, тоңқытсады. Негізі бізге қыс мезгілде керек, бірақ кішкене кетіп болмағанда біз сәл-сәл ренжіп қалды. Ал олай болса, біз өзіміздің мерекелік іс-шарамызды Кім қысты жамандаған? Қыс кетіп қалды ма? Қыс? Иә. Сен де шаршамайды екенсің ғой. Кетпеймін мен. Жамандағанда біз жамандаған жоқпыз, просто сіз кетпей қойды деп кішкене айтып атқанымыз бар. Кетпеймін мен. Қыс енді көктем келді ғой, сені уже болды, 3 ай қыс болдың, енді қайтса? Мен тағы да қарымды жауғызамын. Қарымды жауғызам дейді. Қыс қыламын. Қыс қылмас, біз уже тоңып қалдық. Қыс кетпей жатыр ғой. Қыс кетпеймін дейді. Достар, қыс кетпеймін дейді. Әдемі болып киініп алыпты. Айсүлік, қыс келіп тұр ғой, қыс кетпеймін дейді, қайтадан күн суық болады дейді. Мына жұқа киімдерін шешті, қайтадан курткаларын шығар дейді саған. Керек па? Осы ана қыс кетпейді. Мен тоңып қалдым, маған қыс керек емес, тек маған жылу керек болды. Мен не де болса бәрін естіп отырмын. Естіп тұр, сен жай айтып жатсаң. Қыс еді сен қайтса, қысын біз деген жақсы көреміз. Негізі қыс мезгілі болған жақсы. Қыста адамдар негізі ауырмайды. Қыс өзінің аязымен барлық бактерияларды, вирустардың барлығын қатырып тастайды. Сөйтеді де жоқ қылып жібереді. Қыс біз сені жақсы көреміз. Бірақ сен 3 ай болдың ғой, енді сен қайтта. Сосын бізге күнді жылыт. Біз күн жылы болғанын қалаймыз. Осындай шортик кигіміз келеді. Мынандай шортик киіп далаға шығып ойнағымыз келеді. Қыс біз саған боламыз. Жоқ, кетпеймін. Мен ерексіз қаламыз. Қазір көктем мезгілі уже күтіп тұр. Қыстан кейін келеді, қазір көктемде кеп қалады жар. Мама, неге қыс кетпей жатыр? Біз деген тоңып қалып жатыр ғой. Кетпей жатыр ғой. Күн нұрынан нәр алған. Алақай, көктем! Қош келдің. Тұра тұр, көктем не дейді? Күн нұрынан нәр алған, айналаны жылулыққа таратқан мен көктем, армасыздар ағайынды бауырлар. Көктем, қош келдің. Көктем, бізде мына қыс кетпейін дейді. Қыз кетсей ба? Не қыласың бұл жерде? Тағы да қар жауғызамын. Не қыласың? Қалды. Қазір тағы да кетейін. Шымен де шаршап қаппыз. Енді қызсыз 3 ай жүрдіңіз ғой енді. 3 ай жүру оңай. Енді сіз шаршамай қайтесіз. 3 ай жүрдіңіз, еще тағы да 3-4 күн Егер кетпесең қазір күндермен сені жоқ қылдырып жіберем. Жарай, жел келеді да сені ұшырып жібереді. Жарайды, мен кетем, бірақ қыз
Бірақ мен бірінші жүрем, сен менің артымнан жүресің. Жарайды, енді бұлай істеуші болма. Жарайды, қыз сау бол, келер жыл тағы да келесің ғой, ашуланба, сау бол. Сол кезде мен сенің жеңгем. Сау бол, қыз, сау бол. О, көктем, қош келдің, төрлетіңі. Көрікті көктем, әдемедің неткен. Күн жылынды, алақай, далаға шығып, ойнаймыз бір балақай. Бәріміз ақын болып кеттік. Не дейсің? Енді сіздер далаға шығып ойналасыздар. Көк, сосын шөптер жылтырап тұр. Жасыл шөп болып, көк шөп болып тұр еді. Енді шыға беруіңіздерге болады. Далаға шығамыз, көктем, қош келдің, отырыңыз, төрлетіңіз. Көктем келді, алақай, би-билейік, бәрімізде балақай. Әже, неге бүкіл қуанып жүр? Наушыз мен кеп отыр ғой. Ал біз сонда не істейміз? Біз қонақ күтеміз. Наушы көші дайындаймыз. Онда маған Наурыз көші дайындап берші, әже. Жарайды, балам. Наушы көші дайындап бер. Сөйтіп әжесі немересіне Наурыз көже дайындап берейін деп жатыр. Әжесі көп дайындайсыз ғой Наурыз көжені, бәріміз бірге жейік, бәріміз бірге жейміз. Барағы кухняға барып, Наурыз көже дайындай қойыңдар. Сөйтіп әжесі Наурыз көже дайындайын деп жатыр. Айналаның барлығы шат-шадыман күлкіге айналды. Не қылсың? Әже, Наурыз көже дәмді болыпты. Аш болсын. Мен Наурыз көже жеп алдыңдар ма екеуің? Алдар көсеу. Тақалдық теміртірді, шайтанды да алдаймын. Алдар көсе армысың? Балалар бізге алдар көсе қонаққа келіпті. Алдар көсе қайдан келе жатсың? Жолдан келе жатырмын. Наурыз көже дайын ба, әже? Сен тамақ жей жатыр ма? Енді жолдан келе жатырмын қой. Сонда Наурыз көженің иісі шығып жатыр ма? Сол иіспен бірге жүгіріп келдіңіз ба бізге? Әжесі Наурыз көже қалды ма? Қалды ма Наурыз көже? Қалды ма? Онда жүріңдер кеттік, біз де ішіп алайық. Мына біздің алдар көсеміздің қарны ашатта жүреді екен. Қарныңыз аш болады да жүреді екен. Алдар ата, атасыз ба, баласыз ба, кімсіз? Әжесі алдар көсеге енді әдемілеп Наурыз көжесі салып беріңіз, мақұл ма? Бара қойыңдар, Наурыз көже дайындап берсін, Тамақ ішіп болсақ, мен ас қайтарайын. Ас қайтарам дейді. Ал, қол жаямыз, ас қайтарам дейді. Әселу, қол жая ғой. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, төрт түлік ақты болсын, Наурыз мерекесі құтты болсын. Мақта айтылды, енді әдемі тақпақтарың бар ма, Айселу, Ернарик? Менде бар. Айта қойшы, қандай тақпақ ал? Наурыз келді еліме, Наурыз келді жеріме, байлық, бақыт тілеймін бүкіл Қазақстанға. Еліңе. Жарайсың. Ал Айселудің қандай тақпағы бар екен? Жылдың басы. Түшідің басы. Наурыз. Жердің басы. Наурыз. Мерекеге албасын. Бүгінгі жыр әніміз. Дұрыстап жаттап аламыз әдемелеп, Міне Наурызға күшті тақпақтар айтылды, Ал енді Наурыз мерекесіне кім жетіспей тұр тағы да? Қадыр ата. Қадыр ата. Қадыр ата, армысыздар, Қадыр ата, енді сіздің керемет батаңыз керек болып тұр бізге. Ал қол жайып, әумин деп жүрек, Ал олар қолдарыңды жайыңды. Айселу, қол жаямыз, ата кеп тұр, нағарсы, үлкен ата. Ал, тілегіңізді Наурыз мерекесіне деген батаңызды бере қойыңыз. Қолдарыңды жайсаңды. Міне жайып отыр, ал. Ала бүйің құлындап, ала тауға сыймасын. Қара бүйің құлындап, қара тауға сыймасын. Үйінің алды той болсын, қораң толы қой болсын, қазанында қайнаған кіл-кіл деген май болсын. Күнің тусын оңынан,
айым тусын, соңынан мал мен басың тең өсіп, кетпесін дәулет қасыңнан. Ой, Қадыр ата, қандай кереметсіз Қадыр ата. Қолыңызға жазып алған жоқсыз ба? Қолыңызға қарап тұрған сияқты болдыңыз ба? Келіңіз, қонақ болыңыз. Наурыз мерекесін бәріміз бірге тойлайық. Сен ауменнен қалып қойдың ба? Бүйтіп жібересің ғой. Сонымен достар, бүгінгі біздің Наурыз мерекесіне арналған мерекелік шығарылымымыз аяқталды. Достар, сіздерді келіп жеткен Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ та жол болсын. Так, достар, осымен видеоны келесі видеоларда кездескенше пока-пока.